Достар, керемет мүмкіндік. Менің 400 мың теңгелік толық трейдинг курсымды қазір небәрі 50 мың теңгеге ала аласыз. Бұл баға тек акция кезінде ғана қолжетімді. Сондықтан уақытты жоғалтпай, қазірдің өзінде описаниедегі телеграмға жазыңыз. Орын саны шектеулі. Ал әзірге менің тегін видео сабағымды көріп үлгеріңіз. Шәкірттер, алдыңғы эфирді кім қарамады, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Ол эфирде жалпы трейдинг саласының базасын, фундаментін, неден құралады, қандай ұғымдар бар бірінші бөлігінде болса, ал біз екінші бөлігінде осы трейдинг саласының қаңқасына келдік, иә? Яғни кәдімгідей кирпичтері деді ғой, иә? Ал кеттік. Трейдинг саласындағы енді қандай ұғымдар бар? Ең бірінші, сіздер қазір волатильность деген ұғыммен танысасыздар. Келесі екінші ликвидность. Үшінші ұғым ол бізде свечи. Ана жасыл, қызыл свечилар, ол құрдан құр берілген жоқ қой, иә? Қалай жалпы свечалар қалыптасады? Ол свечиларды мен жасыл, қызыл деп отырмаймыз ғой. Әрбірінің өзінің атаулары бар. Сол атауларына жеке-жеке тоқталып, мен сіздерге түсіндіріп беремін. Төртінші ол бізде индикатор деген ұғым бар. Одан кейін бесінші тренд деген бар. Алтыншы таймфрейм уровень деген бар, бірінші уровеньді алайық. Одан кейін жетінші таймфрейм деп қойын, иә? Жетінші таймфрейм, объем деген бар, одан кейін паттерн деген бар. Ну, таймфрейм деген бар, потом сегізінші паттерн деген бар. Свечной паттерн деген бар. Менге осы ұғымдармен қазір мен сіздерге таныстырамын. Ең бірінші, біз неге именно Американың акцияларымен торговать етеміз? Өйткені Америка акцияларында ақшаның барлығы жатыр. Бұл жерде қозғалыс өте мықты. Біз сол қозғалыс арқылы ақша табамыз дедім, иә? Алдыда тез қозғалады, жоғары көтеріле салады, төмен құлай салады, жоғары көтеріле салады. Мінекей соны бізде волатильность дейді. Волатильность алтында ең масқара. Неге ең опасный активті алтын дейді? Өйткені алтын бір күнде $50 қозғалыс жасай салады. $50 көтеріле салады, $50 бір күнде құлай салады. Бұл дегеніміз, егер де адам өте үлкен депозиттің бір күнде слив жасай алады. Бір күнде бұрын соң тапқан ақшаларын жасай алуға бізге алтын мүмкіндік береді. Өйткені алтындағы қозғалыс өте жылдам, өте жоғары. Бұны бізде өте опасный дейді. Енді екінші ұғым бұл ликвидность. Ликвидность дейміз ликвидный. Яғни өтімділігі жоғары дегенді білдіреді. Алтын ол бізде сұранысқа ие ғой. Өтімділігі өте жоғары. Кез келген жағдайда инвесторлар бірінші кезекте алтынды үлкен көлемде сатып алады деді. Сондықтан да бұл өте ликвидный материал болып саналады. Ликвидный құнды қағаз ретінде де сатылып алынады алтынды. Енді свечи деп отырғанымыз, мінекей бізде жалпы екі түрлі свеча бар. Сіздер қазір жаңадан келген адамдар басында түсінбейді. Мынау не свеча жасыл? Мінекей, мына жасыл свеча. Бұл жасыл свеча пайда болады, бұлай пайда болады. Бұл жасыл свеча өз айтып тұр, бағаның жоғары қарай көтерілгенін білдіреді. Өйткені жасыл свеча болса, значит, баға көтеріліп жатыр, алтынның бағасы өсіп жатыр деген білдіреді. Сөйтті де, мінекей, алтын келіп, бірінші төмен қарай құлайын деді, құлай алмайды. Жоғары қарай қатты өсейін деді, өсе алмайды. Сөйтеді таймфрейм, яғни уақыты бітеді, свечамыз жабылып қалады, мінекей. Жабылып қалады да өзінің артынан іздерін қалдырады. Мына фитилі дегеніміз, ол значит осы жерге дейін құлады, қатты төмен түсе алмады, жоғарыға қарай көтерілді, қатты көтеріле алған жоқ, бірақ та мінекей келді, көтерілді, и арттарынан ізін қалдырады. Осы ізі, ол бізде ізі, мына денесі, мынаны фитилі дейді. Енді кеттік, және мен жазып қойын, иә? Мынаны бізде свечаның денесі деп аталады. Мынау бізде фитиль. Бүкіл ақша негізі фитильде. Фитильге немқұрайлы қарамаймыз. Фитиль дегеніміз, значит, свеча сол жерге дейін барып келді дегенді білдіреді. Мынау бізде жасыл свеча. Енді бұл жасыл свечаның трейдинг тілінде өзінің атаулары бар, иә? Кеттік, қандай атаулары бар екен? Ең бірінші бұны біз қандай свеча дейміз?
бұқа нарыққа келіп өзінің екі мүйізімен нарықты көтерді дейді. Сондықтан да бул деп отырғанымыз ол бізде бұқаның екі мүйізі бар. Екі мүйізімен келіп нарықты көтерді. Сондықтан да бұны буллиш свечасы деп атайды. Болмаса оны бай позициясы дейді. Бай позициясы. Болмаса тағы да біз бұны қазір буллиш свечалары бай дейміз. Тағы да лонг дегеніміз ұзын дегенді білдіреді. Лонг свечалар дейміз. Ал енді қызыл свеча. Қызыл свечаны басқаша атаулары бар. Оны биріш, яғни биріш деп отырғанымыз нарыққа кім кірді? Аю кірді. Аю кірді де өзінің төрт аяғымен нарықты басып тастады дейді. Яғни аюдың ағылшынша атауы биріш қой, биріш. Биріш дегеніміз нарыққа аю кірді де төрт аяғымен нарықты басып құлатты деген білдіреді. Немесе оны sell позиция, sell дегеніміз ол ағылшынша скидка, sell арзан дегенді білдіреді, яғни бағаның құлауын білдіреді. Және де short ағылшынша бұл қысқа дегенді білдіреді, short позициясы. Мінекей осылай шорт позициясына кіреміз, лонг позициясына кіреміз деген кезіңізде бұл не деп отырмаңыздар. Long, short, buy, sell, bullish, bearish дегеніміз бұның барлығы бір-біріне мінекей синоним сөздер. Bearish, sell, short, bullish, buy, long. Мінекей осындай өзіндік атаулары бар. Осы атауларын сіздер жаттап алуларыңыз керек. Бұл енді трейдинг саласындағы жасыл свечаны біз жасыл демейміз, оның аттары бар. Оны бай свечасы немесе лонг свечасы деп атаймыз. Ал шорт деп отырғанымыз ол бағаның төменге қарай кетуі, иә, төмен қарай кетуі болғандықтан оны біз сіздермен бірге не істейміз? Мында қызыл свеча ол бағаның төменге құлауын білдіреді. То же самый денесі бар, фитильдері бар. Қалай жалпы пайда болды, мінекей свеча пайда болды. Жоғары қарай көтерілгісі келді, көтере алған жоқ. Төменге қарай қатты құлағысы келген жоқ, құлай алған жоқ. Сөйтті де свеча уақыты келген уақытта былай жабылып қалды. Жабылып қалған уақытта ол артынан өзінің не істелген фитильдерін қалдырып кетті. Фитильдері дегеніміз, значит, ол сол жерге дейін барып келді дегенді білдіреді. Фитильде барлық ақшалар жатыр деп сіздер ұғасыздар. Мінекей, сіздер білу керек дүние бізде осы свечалар бойынша. Енді кеттік, сол свечаларды мен сіздерге көрсетейін. Мінекей, свеча қазір 78-де жүр екен, иә, бағамыз 78-де жүр екен. Мінекей, жасыл баға көтерілді, қызыл баға түсті. Жасыл көтерілді, қызыл баға түсті деген секілді сіздер осылай қарап отырамыз. Сол свечалар арқылы біз күнделікті өзіміздің қай позицияға кіреміз, шортқа ма, лонгқа ма, сөйтіп ақшамызды табамыз. Енді кеттік, келесі ұғым бұл таймфрейм. Таймфрейм дегеніміз мына жердегі жаңағы уақыттар. Егер мен 4 сағатты қойсам, әрбір свеча 4 сағаттың ішінде ашылып жабылады. Егер мен 1 күнді қойсам, әрбір свеча 1 күндікті. Егер мен 1 минутқа қойсам, онда ол 1 минутта ашылып жабылады. Осыған байланысты таймфрейм деген жаңа ұғым пайда болды. Және де осы таймфреймнің өзінде де қандай таймфреймдер бар екен? Қысқа таймфреймдер бар, және де үлкен таймфреймдер, кіші және де үлкен деп. Кіші таймфреймдер және де бізде келесі үлкен таймфрейм бар. Үлкен таймфрейм деп отырғанымыз, ол бізде қандай таймфреймдер? Ол бізде 1 күндік таймфреймдер. Опа, 1 күндік. Одан кейін бізде үлкенге жатады 4 сағаттық таймфрейм, 1 апталық таймфрейм, 1 апта, иә. Одан кейін бізде тағы да 1 айлық бар үлкендер. Одан кейін бізде бар 1 жылдық бар, яғни үлкендер. Және де кіші таймфреймдер бар. Кіші таймфрейм деп отырғанымыз өзі айтып тұр, кішкентай. 30 минут, 15 минут, 5 минут, 3 минут, 1 минут деген секілді қысқа, одан кейін кішкентай таймфреймдермен біз жұмыс жасаймыз. Енді бұл таймфрейм дегеніміз әрбір свечаның ашылып жабылуын айтамыз. Енді кеттік. Дальше сіздермен бірге қозғалатын болсақ, келесі сіздер білу керек дүние ол жаңағы андай нелер бар. Сабақтың барысында сіздер андай свечалар көріңіздер. Хаммер, шутинг стар, разворотная свечи туралы оқыдыңыздар, иә? Разворотная свечи.
енді разворотный свечиге буллиш свечалар, одан кейін бириш свечалары деп. Ол свечаларды жаттаудың қажеттілігі жоқ. Engulfing, одан кейін андай сэндвич, шутинг стар, хаммер деген секілді. Бұл свечалармен біз атауларын сіздер білу керексіздер. Соның ішінде мен тек қана engulfing свечамен жұмыс жасайтын боламыз, алдыда бұйырса. Одан кейін болды, осы engulfing қана бізге қажет, қалғандарына уақыттарыңызды кетірудің қажеттілігі жоқ. Біз стратегия бойынша келесі сіздер білу керек ұғым бұл тренд, одан кейін уровень деген екі ұғым бар ғой. Осы екеуіне жақсылап тоқталып өтеміз. Өйткені біздің өтетін алла қаласа курс барысында сіздер екі стратегиямен үйренесіздер ғой, иә? Осы екі стратегия тренд пен уровеньге байланысты. Сондықтан да сіздер осы екеуіне мен көп акцентті қоятын боламын. Енді әрқайсысына жеке қазір тоқталып өтемін. Алла қаласа келесі эфирде біз риск менеджментті өтеміз. Риск менеджмент, одан кейін осы стратегия байланысты ұғымдар, потом уже стратегияға көшіп, дальше уже практикаға көшетін боламыз. Көбінесе уақытты практикаға кетіреміз, чтобы сіздер анализ жасауды, қалай позицияға кіру керектігін үйрену үшін. Енді бүгін мен сіздерге осыған уже алғашқы қадамды, яғни стратегияға дейінгі ең бірінші базасын. Осы базасын үйреніп алғаннан кейін стратегияны үйрену ол әп-сәтте. Самый главный дұрыстап бірінші базасын қалай сызу керектігін, қалай анықтау керектігін үйрену керексіздер. Соның ең бірінші этабы бұл тренд. Жалпы тренд деп отырғанымыз күнделікті өмірде бұл в моде, модада дегенді білдірсе, ал тренд алтында бұл алтынның қозғалысын білдіреді. Ой, қазақша шрифтер ударить етіліп кетіпті. Алтынның қозғалысы. Алтынның қозғалысын тренд. Яғни алтын ол бізде әрқашанда трендпен қозғалады. Осыған байланысты бізде трендтің үш түрі бар. Осыны қазір жеке тоқталып өтеміз. Бірінші бізде аптренд, екінші даунтренд, үшінші бізде консолидация. Бірінші ол бізде аптренд. Келесі трендтің түрі ол бізде даунтренд. Үшінші түрі бұл консолидация. Енді аптренд деп отырғанымыз бұл жалпы не? Енді баға бізде алтын ол бізде әрқашанда, ой, қазір бір минут, бізде алтын ол әрқашанда трендпен қозғалады. Мінекей трендпен дегеніміз, мінекей келді алтын, бұлай тау болып қозғалады. Мінекей осылай тау болып қозғалатын болса, тау болып жоғары қарай көтеріледі. Ол ешқашанда алтын мысалы мына жерде тұрады, мә саған деп ол жоғары қарай кетіп қалмайды. Алтын ол откатпен қозғалады. Жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Осылай қозғалады да, қозғалған уақытта астында как будто бір несі лестница тұрған секілді, мынандай бір линия тұрған секілді. Байқасаңыздар, тура осы линияға тиеді, и осы линиядан күш алады да қайтадан көтеріледі, тиеді, как будто сол линияны көріп тұрған секілді қозғалады ғой. Мінекей осылай қозғалады. Осыны бізде тренд дейді. Не торгуйте против тренда деген бар. Енді қазір осыған тоқталамыз. Келесі даунтренд. Даунтренд дегеніміз ол осылай, тура осылай, бірақ та тау болып төменге қарай құлауын бізде даунтренд дейді. Даунтрендті просто разницасы, даунтрендті үстінен сызамыз, аптрендті әрқашанда астынан сызамыз. Мінекей осы линияны қазір көрсетемін бұны. Ал консолидация дегеніміз алтынның, мысалға былай, бір бағытта алтын не істеп қалады. Мына бір бағытқа қойып қойсам, осының ішінде жүріп қалады. Не ары емес, не бері емес. Оны консолидация дейді, болмаса боковик дейді, болмаса рейндж дейді. Осы алтын бір бағытта жүріп қалады, особенно жаңалық уақытында осы жүріп қалады. Сөйтіп жаңалық шығады, жаңалық шыққан уақытта алтынға қатысты егер жаңалық нашар шығатын болса, онда баға құлайды. Если жақсы шығатын болса, онда баға жоғары қарай көтеріледі. Енді кеттік. Осы аптренд, даунтренд дегенге мен қазір жеке тоқталып өтейін. Жалпы тренд дегеніміз не? Тренд болу үшін тренд болудың шарттары бар. Тренд болудың бізде шарттары бар. Ол қандай шарттары? Бірінші, обязательно минимум екі тау болу керек.
Одан кейін екінші шарты бойынша бізде міндетті түрде кемі үш касание болу керек. Үш каса. Яғни бұл дегеніміз не? Минимум екі тау дегеніміз, мінекей қараңыздар, баға бір тау, екі, міне екі тау, екі таудың астына, мінекей мына инструменті бөлімінде бізде линия тренда деген линия бар. Осы линия тренда дегенді аламыз да, мына астына егер қоятын болсақ, мінекей қараңыздар. Неше тау бар? Бір тау. Тау болуы. Мына екі тау бар. Неше касание бар? Бір касание. Мінекей бір касание дегеніміз мына төмендегі линияға неше рет тиеді? Екі рет тиген. Мінекей үш рет тиген. Мінекей тренд болудың шарттары дегеніміз осылай. Тау, тауда бір, екі тау, үш касание болу керек. Енді кеттік. Осы трендті мен сіздерге осы графикте көрсетейін, чтобы түсінікті болу үшін, иә? Мінекей қараңыздар. Так, мінекей мына жерде қарайық. Не істеген? Мына линия тренда дегенді аламын да, мысалы мына жерге былай сыздым. Міне. Осы линия тренданы дұрыстап сызу керексіздер. Линия тренданы сызған уақытта ең бірінші баға қай жерден бастап құлап бастады, соған А точкасын дұрыстап қойсаңыздар, потом соңғы свечаға қойсаңыздар, мен қалай қойып жатырмын линияны? Тура шеттеріне тигізіп жатырмын. Тура қырларына тигізіп жатырмын. Как будто мынандай не болатын болса, мынандай линия болатын болса, неміз свечамыз бар болатын болса, осы мінекей мынандай свеча болатын болса, осы свечаның мына линия трендаластырда тура мына иығына тигізіп барып тигізесіздер ғой, мінекей иығына тиіп барып, одан кейін баға не істейді? Көтеріледі екен, иә? Енді кеттік. Осыған байланысты міне. Мынау бізде даунтренд. Даунтрендті әрқашанда үстінен сызамыз, жазып аламыз. Прям өздеріңізге конспект ретінде. Даунтрендті үстінен сызамыз. Аптрендті астынан сызамыз. Мен басында бірінші трейдинг саласына келгенде осы екеуін шатастыратын қайта-қайта. Даунтрендті мінекей мына жерде қараңыздар. Мынау тренд па? Тренд. Неге тренд? Өйткені қарайық. Мына траекторияны алып сіздерге түсінікті болу үшін міне қараңыздар. Бір тау, екі тау. Қанша тау болды? Бір тау, екі тау. Неше тау? Бір тау, екі тау. Екі тау. Неше касание болды? Бір касание, екі касание. Мыняқта үш касание. Мінекей. Тау бол бір тау, екі тау. Линия тренда сыздық. Мінекей. Линия тренданы бұзып шықты да баға байға кетті. Ол ары қарай стратегия. Ол стратегияны келесі сабақта түсіндіремін. Самое главное, маған сіздердің осылай мысалы артқы қараңыздар. Мынау экран. Мынау экранды өздеріңізге ыңғайластырып, қазір бір минут. Так, қоя қойын. Мынау бізде так, кетті ма зарядка? Ага. Сіздер мынау экран, біз жұмыс жасайтын экран. Экранды былай тұрса, мен ештеңе көрмеймін. Сондықтан да экранның мына оң жағында алтынның актуальны баға жазылатын жердегі былай линияңызды ашып алыңыздар. Төменгі жақта мінекей былай қысса, міне былай сығылса, и былай экран мықты көрінеді трендтер. Міне қараңыздар. Сәл-сәл ашып алсам болады, былай міне. Осылай мықты көрінеді барлығы. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, міне. Қараңыздаршы, келді, не болды мына жақта? Міне. Қалай сыздым мен? Бірінші басталған ұшына линияны қойдым, ортасына линияны қойдым. Бірінші мен екіншіні дұрыстап қойып алса, А точкасы мен Б точкасын дұрыстап қойып алса, С точкасы автоматты түрде өзі тартылады. Міне, даун тренд. Мынау бізде даун тренд. Даун тренд үстінен сызылады, иә? Потом, мынаны қараңыздар. Давайте аптренд табайық. Аптренд дегеніміз ол астынан, иә? Линия трендін алдым. Міне, төменнен бастап. Сіздерге қазір түсініксіз болып қалуы мүмкін. Қазір қысып алайық, иә? Міне, қараңыздар. Міне, мына жерде мысалы күшті
аптренд, иә, төменнен бастап, міне басталған ұшынан бастап, так, міне. Міне қараңыздар. Бірінші басталған свечаның денесіне қоямын. Бірінші басталған денесіне қойдым. А точкасына дұрыстап қойып алдым. Одан кейін ортасындағы Б точкаларына денесіне, фитиліне емес, денесіне қойдым мінекей. А мені Б-ны дұрыстап қойсам, С точкасы автоматты түрде тартылады. Қараңыздар. Бұл бізде төменнен, аптренд әрқашанда төменнен сызылады. Қазір сіздер ойлауларыңыз мүмкін, қай жерден бастап аяулым ханым алды деп. Сіздер көздеріңіз үйреніп кетеді потом. Аптренд астынан сызылады, даунтренд үстінен сызылады. Мінекей көрдіңіздер ма? Міне тура біз сызған линияға кел, тау, бір тау, екі тау. Міне бір тау, екі тау. Міне екі тау болды. Көрдіңіздер ма? Осылай. Мінекей алтын всегда трендпен қозғалады. Көрдіңіздер ма? Міне. Былай көрсетейін, иә? Қараңыздар. Алтын трендпен қозғалады. Келдік. Міне. Алтын не істеді? Бір тау, екі тау. Тренд болды. Мына жерде қараңыздар. Не істеді? Міне. Алтын всегда осы трендпен қозғалады. Арттан бастап келсеңіздер, алтын осы трендпен қозғалады. Даун тренд, ап тренд, даун тренд, ап тренд. Сөйтіп, мына жерде ап тренд, даун тренд, ап тренд, даун тренд, ап тренд, даун тренд. Яғни алтын трендпен қозғалады. Бәрінде сөйтіп, міне арттан бастап әкелсеңіздер, просто экрандарыңызды былай жалпайтып алсаңыздар көрінбей қалады. Сондықтан да былай созып аласыздар. Созып алған уақытта сіздер өздеріңіз байқайсыздар. Сіздерге берілетін тапсырма осылай трендті тауып көздеріңізді үйретулеріміз қажетпіз. Ол ешқандай қиындығы жоқ, басында қиын болып көрінуі мүмкін. Курс барысында сіздер уже практикада 1000 рет көргеннен қарағанда бір рет жасаған эффективно болады, иә? Қай свечадан басталса да маңызды емес, маңызды емес. Маңызды емес. Қызыл болсын, жасыл болсын. Мінекей, әртүрлі таймфреймде. Давайте бір сағат таймфреймге қойық. Міне, бір сағатта қандай картина болып жатыр екен. Оппа, міне қараңыздар. Всегда трендпен қозғалады. Міне, бір сағатты алдым, трендті, иә, доча береді тұр телефон. Мінекей, қараңыздар. Не істеді? Міне, келді, бір тау, екі тау. Трендті бұзды. Дальше, қараңыздар. Мына жерде уже не қалыптасып келе жатыр? Былай аптренд қалыптасып келе жатыр. Мына аптрендті бір күні бұзатын болса, біз шортқа кетеміз. Әзірше баға осы бойынша тура осы тренд бойынша қозғалады. Қазір былай келіп, былай келіп, былай келіп, былай келіп, одан кейін төменге кетеді де, төменге кететін болса, обратно төменнен былай тренд кетуі мүмкін. Көрдіңіздер ма? Мына жерде қараңыздар. Тоже. Міне, тренд. Мына жер тоже тренд. Біз осы трендпен ақша табамыз. Менің оқушылардың бәрі айтады, ол тренд линия мықты жұмыс жасайды деп. Өйткені алтын ол всегда трендпен қозғалады. Мінекей былай. Былай. Қараңыздар. Міне. Былай. Қараңыздар. Міне. Көрдіңіздер ме? Арттан мен любойын арттан алатын болсам, міне. Қалай алтынның қозғалысын қараңыздаршы. Алтын қалай қозғалады? Былай. Вот осылай алтын тренд, 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 тренд. Қалай дұрыстап сызу керектігін. Міне, сызатын болсаңыздар сіздер трендті үлкейтейін, чтобы сіздер көріну үшін. Міне, мен қалай алдым? Бірінші, міне, қай уақыттан бастап көтеріліп бастады, содан бастадық та сол линия жүргіздік, тура сол линияға келді, көтерілді, келді. Одан кейін бұзып шыққан уақытта біз осы бұзып шыққан жерінде уже стратегия бойынша ақшамыз табатын боламыз. Ол уже келесі эфирде. Маған қазір сіздерден ұғу керек дүниелеріңіз қалай дұрыстап трендтерді сызу керектігін ұғып алсаңыздар, маған соның өзі жеткілікті. Қазір баға қайда келді? 80-ге келген екен. 80-ге келді. Бұл баға енді бүгін баға күшті жоғары ұшып бара жатыр, жоғары қарай көтерілсе, мінекей қазір баға осылай мықты ақшамызды осылай табамыз трендтермен бойынша. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасы осы тренд эфирін қарап шығу, потом ап тренд,
даун тренд, ап тренд, потом даун тренд, сызуды, сызу, сызып, одан кейін кураторлар тапсыру, кураторлар тексерту, түсінбесеңіздер кураторлардан сұрау, ұялмай сұраңыздар. Көпқа ретінде алған білімді сіңіріп алу үшін көп сұрақ қойса біз керісінше қуанамыз. Тренд бойынша сіздерге берілетін үй тапсырмасы, значит бізде тренд дегеніміз бұл алтынның қозғалысы. Тағы да бір рет пысықтайын. Бұл алтынның қозғалысы. Значит, бізде алтын белгілі бір траекториямен қозғалады. Осыған байланысты бізде бар аптренд бар. Аптрендті әрқашанда біз астынан сызамыз. Аптрендті астынан сызамыз, иә? Келесі екінші ол бізде даунтренд. Даунтрендті біз әрқашанда үстінен сызамыз. Мен бұрын осыны шатастыратынмын. Сондықтан да сіздерге шатастырмас үшін. Үшінші түрі бар консолидация. Консолидация дегеніміз баға боковикке тұрып қалады. Мысалы мына жерді қараңыздар, иә? Міне, қараңыздар. Баға міне, не туды, не суда. Ортасында жүріп қалды. Боковикте тұрып қалған уақытта кімдерге, бізге трейдерлерге қиын да, потому что қай бағытқа кірерімізді білмейміз. Ол уақытта просто күтеміз. Үшінші түрі бар консолидация. Оны сызудың қажеті жоқ. Консолидация дегеніміз ол просто алтынның бір бағытта тұрып қалуын бізде консолидация деп атаймыз. Жалпы осы аптренд пен даунтрендті жақсылап түсініп алсаңыздар, значит бізде тренд болудың шарттары, иә, тренд болудың шарттары бойынша бізде қандай тренд бар? Екі тау болу керек обязательно, одан кейін екіншісі үш касание обязательно болуы керек. Аптренд, даунтренд. Осы екеуін жақсылап оқып алыңыздар. Осы екеуін жақсылап оқып алғаннан кейін біз сіздермен бірге уже келесі эфирде тренд линия стратегиясына өтетін боламыз. Енді қараңыздар, осы тренд линия стратегиясын өтпес бұрын біз сіздермен бірге алдыменен риск менеджмент деген тақырыпты өтетін боламыз. Бұл өте маңызды тақырып, өйткені көп адамдар трейдинг саласынан келгеннен кейін олар минусқа кетеді. Неге минусқа кетеді? Мен айтам, егер 100% деп алатын болсақ трейдинг саласын, соның ішінде 20% ғана білім. Яғни білімді алып кету ол әрбірлеріңіздің қолдарыңыздан келеді. Ал 80% ол бізде психология. Бұрын маған осылай біреу айтқан психология деп, мен айтатын, қалай, не ақша табу үшін психология, не маңыздылығы бар деп. Сөйтсек, бұл психология дегеніміз кәдімгідей адамды андай стратегия минусқа кетіп қалған уақытта сол минусқа кетсе де қайтадан духты жинап, қайтадан миды сендіру. Бұл стратегия, яғни бізде стратегиялардың винрейті деген бар. Винрейт дегеніміз бұл показатель дегенді білдіреді. Винрейт деген бұл показатель. Яғни стратегия 100% деген ол өтірік, 100% болмайды. Өйткені бұны басқарып отырған адамдар басқарады да, бұл маркетмейкерді. Оларға да ақша керек. Ақша керек болғандықтан бір стратегияға келе жатыр, баға жоғары қарай өседі дейміз де, осы жерден баға құлап кете салады. Сөйтіп елдердің ақшаларын жинап алады. Солай да жасауы мүмкін. Сондықтан да венерейті 100% деген жоқ, бізде стратегиялар 80-85%-ды береді. Бұл өте мықты процент негізінде. Бұл дегеніміз не? Егер де мен күні бойы 10 сделкаға таңертеңнен кешке дейін кіретін болсам, 10 сделканың 8-і менде плюспен жабылады күннің соңында, екеуі менде, немесе біреуі менде минуста болады. Енді осыған байланысты қараңыздар. Сіздер енді трейдинг саласына келгендіктен біз бірінші кезекте қарайтын дүниеміз ол ең бірінші жаңалықтарды қарап алдық, иә? Трейд жасамас бұрын бірінші жасайтын әрекетіміз жаңалық қарадық. Екінші жасайтын әрекетіміз ол осы трейдинг вьюдан анализ жасаймыз. Енді анализ жасап үйрену үшін бізге ең алдымен трендтерді дұрыстап сызуды үйреніп алу керекпіз. Трендті сызып үйренгеннен кейін біз сіздермен бірге ең алғашқы тренд линия стратегиясы арқылы тренд линия стратегиясы үйренеміз де, және де сол арқылы алға сделкаларымызға кіретін боламыз. Алла қаласа бірге сіздермен бірге регистрация жасайтын боламыз. Регистрация, брокерге тіркелеміз. Потом демо счетпенен уже сделкаға
кіретін боламыз. Қалай сделкаға кіру туралы тоже алдын ала видеолардың барлығы сіздерге беріледі. Яғни оны практика жасау барысында үйренетін боламыз. Енді осы жерде біз сіздермен бірге, жаңа айттым иә, винрейт деген бар. Бұл показатель деген. Сондықтан да көп адамдар мысалға таңертеңнен кешке дейін неге бір адамдар бір сделкаға бүкіл ақшаларын барлығын кіреді, бүкіл ақшаларын жоқ қылады. Олар ойлайды, стратегия там 100% жұмыс жасайды дейді де, мысалға мына жерде екі түрлі адам бар делге. Бірінші Айнұр деген Айнұр деген бар деге. Айнұр ол мына жерге, допустим, Айнұр деген бар. Одан кейін мына жерде Айдана деген бір қыз бар деге. Міне, біреуі рискті сақтанады. Бір сделкаға кірген уақытта біз бір сделкаға өзіміздің депозитіміздің тек қана 10% қоя аламыз. 10% қоя алу дегеніміз ол қалай? Ол былай қараңыздар. Допустим, күні бойы мен мына жерде бір 10 сделкаға кірдім делге. Міне, бір сделка, екі сделка, мына жерге 3 сделка, потом мына жерге мен 4 сделкаға кірдім, мына жерде мен 5 сделкаға кірдім, мына жерде мысалға мен 6 сделкаға кірдім дейік. Айнұр алдыда ешқандай бір сделкаға депозитінің 50%-ын қойып тастады. Бірінші сделка кетті. Мысалға $100 бар дедік, $100 бірінші сделка 50%-ын қойды, стоппен кетті, уже $50 қалды. Келесі сделка стоппен кетті, $50 кетті, болды. Айнұрдағы депозитінде бар ақшаның барлығын ол істеді, ол слив жасап тастады, бітті, ода ақша жоқ. Потому что ол осы бір сделкадан көп ақша тапқысы келді, ол басын таяқ болып тиіп, ол не істеді, керісінше жоғалтып болды. Ал Айдана ол тек қана 10% бір сделкаға қойды. Мынау бірінші сделкада $10 кетіп қалды. Одан неше $10 кетті. Келесі сделкада тағы да $10 кетті. Бірақ Айданада ары қарай сделкаға кіруге әлі $80 қалды, иә? Мінекей $80 қалды. Енді бұл бейнерейті бізде 80%, сондықтан да қалған сделкалардың барлығы ол плюсқа шықты да, $10-ды ол $20 етті, келесінде ол неқта, келесінде $20 етті. Яғни 8 сделкадан $160 тапты да, соңында, күннің соңында ол $60 пайдамен қалды. Мінекей, дәл осы секілді әрбір сделкадан біз неше теңге табыс пайда таба аламыз дейтін жандарға, әрбір адам $100, яғни депозитінің 10-20%-ын тапса, ол мықты показатель. 10-20%-ын күнделікті без проблем табуға болады. Яғни $100-дың 10%-ы ол бізде $10, немесе сіздер күнделікті $20 тауып тұрсаңыздар да, доллар тапсаңыздар да, ол мықты показатель. Осыған байланысты біз сіздермен бірге қазір лот деген ұғыммен танысамыз. Лот деген және пипс деген дүние. Енді аяулым ханым, пипс деген не дейтін болсаңыздар, егер де мен қазір сделкам бойынша баға жоғары кетеді деймін. Міне, примерно 3400-ден қазір баға, 3400, мысалға 3405-ке дейін өседі делік. Яғни неше долларға өседі дедім? Мен $5 өседі дедім. Арасы там $5. $5-ға мен стратегиям бойынша баға өседі дедім. Осы $5 дегенді трейдинг тілінде 50 пипс деді. Егер де алтынның бағасы $10-ға құлап кетсе, оны бізде 100 пипс дейді. Мінекей, пипс деген сол тек қана просто өлшем бірлік, 1 метрде, 1 километрде неше метр бар деген секілді, 1 тоннада 1 килограмм неше грамм бар деген секілді пипс деп отырғанымыз, ол $4-ға өсетін болса, онда оны 40 пипс дейді. 100 доллар болатын болса, оны 1000 пипс дейді. Әрқашанда просто 10-ға көбейтіп отырасыздар. Егер де алтынның бағасы $2-ға өссе, онда 20 пипс дейді. Пипс дегеніміз бұл просто трейдинг тілінде трейдерлер осылай сөйлейді. Бүгін алтын 40 пипсқа өсіп берді деген кезінде, енді звучно же көп секілді естіледі ғой. Сондықтан да 40 пипс деген ол $4 дегенді білдіреді. Ал лот деп отырғанымыз, лот деген ол бізде күнделікті сделкаға кіретін алтынның штугы. Енді алтын штугы дегеніміз не? Әрбірлеріңіз қазір $100 депозитпен бастайсыздар. Енді $100 депозитке сіздер ашу керек лоттың саны 0,01 лот. Енді осы жерде лот дегеніміз не? 0,1 лот деп отырғанымыз, әрқашанда лот деген жерде умножается, көбейтесіздер 100-ге көбейткен кесе, бұл 1 штук алтын дегенді білдіреді. Ең кішкентай лот ол 0,1 1 штук алтын.
яғни сіздер өздеріңіз $100 ашу керек лоттың саны 0,01. Бұл дегеніміз бір штук алтынмен күнделікті сіздер алтынмен сделкаға кіріп жатыр. Бір штук алтынды сатып алып жатсыздар. Бір штук алтынды. Егер де бір штук алтынды мен бір штук алтынмен емес, мен көбірек алтынмен сатып алғым келеді дейтін болсаңыздар, онда сіздер лот санын көбейтпейсіздер, сіздер депозит санын көбейтесіздер. $1000. Біреулеріңіз араларыңызда артық ақшасы бар $1000 бастағысы келеді. Ол ашатын сделканың саны 0,1 лотты білдіреді. 0,0,1 лот деп отырғанымыз көбейтесіздер 100-ге, сол уақытта бұл не істейді? 10 штук алтын дегенді білдіреді. 10 штук алтын дегенді білдіреді. Ал енді мен мысалы $10,000 менде депозитімде қазіргі таңда ақша бар. $10,000 мен ашу керек лоттың саны ол бір лот. Бір лот деп отырғанымыз, ол значит көбейтесіздер 100-ге, значит мен күнделікті 100 штук алтынды мен сделкаға кіріп жатырмын. Алтын арзан кезінде 100 штук сатып алдым да, қымбаттаған кезінде 100 штукты тағы да үстінде пайдасымен сатып жібердім дегенді білдіреді. Енді бұл ақша табу жағынан қандай айырмашылығы бар дейтін болсаңыздар, егер де алтынның бағасы $4-ға, допустим, өсетін болса, кім 0,01 лотпен кіреді, яғни бұл ден бір штук алтынмен кірді, ол $4 ақша тапты, өйткені бір штук алтыннан бір штук 0,01 лот деп отырғанымыз 0,01 лот деп отырамыз, көбейтесіздер 100-ге, бұл дегеніміз бір штук алтын, сол бір штук алтынды көбейтесіздер, $4 өсетін болса, $4, значит, не істеді? $4 пайда тапты. Ал егерде кімнің депозиті $1000, олар 0,1 лотпен кірді. 0,1 лот деп отырамыз, ол 10 штук алтын. 10 штук алтынды көбейтесіздер $4 өссе, значит, мына жерден $40 келесі адам пайдамен шықты. Осы бірақ сделкадан, бірақ та әрбірін табатын пайдасы әртүрлі. Мен бір лотпен осы бір сделкаға кірдім. Сөйттім де ол бізде $4 дейін баға нетеп берді, көтерілді. $4 көтерілбеді, менің табатын ақшам осы жерде $400. Енді қараңыздаршы, әрбір адам бір сделкаға барлық бір жерден кіреді. Алайда әрбірінің табатын ақшасы әртүрлі, ол несіне байланысты? Депозитіне байланысты. Кімде $100, олар 0,1 лотпен кіреді, $4 ақша табады бір сделкадан. Келесі $1000 депозиті бар адам $40 ақша табады, $10,000 бар адам $400 ақша тауып шығады бір ғана сделкадан. Сөйтсе де осындайға қызыққан адам, мысалы Айдана деген бір қыз бар, оның депозиті $100. Бірақ та ол азаннан кешкен экранның бетіне қарап $4 тапқысы келмейді. Ол мына мөлдірге қарады. Мөлдір дегеніміз тоже осы бір сделкадан, бірақ ол $40 тауып жатыр. $40 тауып жатыр. Сөйтсе де оның $40-на қызығады да, ол сделкаға $100 алады да, ол доллармен алады, 0,01 лот ашудың орнына 0,01 лот ашудың орнына қызығып кетіп, не істейді? Алады да, ол қызығып кетіп 0,1 лотпен кіріп алады. Кіріп алса болады. Алайда, егер алтын вдруг бағасы $10 құлап кетсе, ол $100-ның барлығын айырылады. Неге? Өйткені 0,01 лот деп отырғанымыз, бұл бізде көбейтесіздер ойша 100-ге, сол кезінде бұл 10 штукты білдіреді ғой, 10 штук алтынды білдіреді ғой. Если алтын $10-ға құлап кетсе, $10-ды көбейтесіздер 10 штук алтынға, $100-ның басына су құйды да, не істеді? Слив жасады. Көптеген адамдар трейдинг саласына жаңадан келіп жатады, тапқан ақшаларын бәрін жоғалтады. Неге жоғалтады? Потому что көбісі слив жасайды. Слив дегеніміз бізде осылай слив жасап қоймасы үшін әрбір адам money management, осы жерде бізде екі ұғым пайда болады. Риск менеджмент деген ұғым бар, одан кейін money management деген ұғым бар. Money management дегеніміз әрбір адам өзінің депозитіне сәйкес лот санын ашуды, оны бізде money management ережесі деп атайды. Яғни әрбірлері өз депозиттеріне, депосына сай лот санын ашу керек.
Енді осы жерге дейін сіздерге қалай түсінікті болып жатыр ма? Новый информация көп болып кеткен жоқ па? Миларыңызда кәдімгідей мама не болып кетті деп қорқып жатқан жоқсыздар ма? Маған бір кері байланыс бере қойыңыздар, иә? И одан кейін мен ары қарай соған байланысты уже көрейік, кім түсініп жатыр, қиын болып жатқан жоқ па, трейдинг саласы қалай болып жатыр сіздерге. Барлығы түсінікті дейді. Ми ашуы түсінікті негізі дейді. Осы базасы. Барлығын мен сіздерге уже екі-ақ эфирде түсіндіріп бердім, что мыжып осы бір базамен отырмас үшін көбірек сіздер практика жасап, көбірек қолдарыңызды жаттықтыру үшін, және көбірек табысқа тезірек шығу үшін мен бірден екі эфирді қойдым. Енді осы и так-то бірінші күнге жеткілікті сіздерге. Осы берілген информацияның барлығын тағы да тамамдап, тағы да давайте конспект жасаңыздар. Ары қарай келесі эфирге қалған информацияны қалдырайын, иә? Біз уже сіздермен бірге жақсы уже түсінік қалыптастырдық. Енді келесі эфирде сіздермен бірге кездескенше бүгінгі эфирлер сақталынады да гет курс платформасына салынады. Ал олай болатын болса, бірден 14-ші сабаққа дейін осы дүниелер айтылған сабақты, сол сабақтарды да енді қарап шықсаңыздар, уже жеңілірек болады сабақ қарау. Все, олай болатын болса, келесі эфирде сіздермен бірге кездескенше, давайте топта активно болыңыздар, үй тапсырмасын орындаңыздар. Олай болатын болса, сау болыңыздар, сіздермен кездескенше. м, Кездескенше. Рахмет деді, түсінікті болды деді. Супер, супер. Сау болыңыздар. Эфирді сохраняю. Так, былай ашайық. Так, былай. Алла разы болсын деді. Апа. Все, сау болыңыздар. Завершение. Завершить конференцию.